Саламатсыздар, құрметті қыздар, ханымдар. Сіздермен бірге мен Ақмарал, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен біз накидка тоқимыз. Қандай накидка шығатынын видеоның соңына шейін қарап көріңіздер. Ал тоқуымызды бастаймыз. Бұл накидканы тоқу үшін алдымен жіптермен таныс болайық. Мен бұл накидканы 7-8 жыл болды тоқып жүргеніме. Сол біліммен сіздермен бөліскім келеді. Осы жіптердің барлығымен тоқып көрдім. Осы жіпке тоқталдым. Ализе жібіне бұл кішкене люрексі бар. Осындай жіңішке. Әдемі шығады, өзіме осы ұнады. Жұмсақ, әдемі, нежный болып шығады. Мынау жіптен де тоқып көрдім. Бұлар қалың. Енді қыстың күні жаңағы жылы болсын десеңіздер, осыдан тоқисыздар. Мынау жіптен үшеуінен тоқсаңыздар, метражы қанша екен бұны? 460 метр екен. Үшеуінен тоқсаңыздар, қысқалау болады юбкамен тігуге. Төртеуінен тоқсаңыздар, средний болады. Сол себептен, егер қысқа керек болса, 3 жіптен тоқисыздар. Мыналар енді қалың болғандықтан 3-4 жететін шығар. Есімде жоқ, көбінесе осы жіппен тоқим. Қалың болады, бұдан қаттылау болады. Міне, разницасын көріп тұрсыздар ғой. Ал мынау китайский жіптер, бұмен тоқымай-ақ қойсаңыздар деген менің сіздерге советім. Себебі мынау тоқисыздар, бұны сонша еңбекпен тоққаннан кейін жаңағы бүршік болып кетеді, немесе созылып кетеді, еңбегіңіз бекерге зая кетеді. Ал біреуге ақшаға тоқып беріп, заказға тоқитын болсаңыз, тем более китайский жіппен тоқымаңыздар. Китайский жіппен көбінесе нәскелерді тоқиды. Ал жаңағы ненің бәрі осы турецкий жіппен тоқыған дұрыс. Мен осы схеманы шығарып алғам. Google'дан қарап шығарып алдым. Мынау жағы ашық болып келеді. Ашық етіп тоқсаңыздар да болады. Ал мен бірақ тек мынау соңғы 5 қатарын ғана осылай әдемі кружевной болсын десе, заказ бергенде кружевной етіп тоқимын. Ал егер классический болсын десем, осы қатармен аяқтаймын. 45-40 қатар средний болады. 50 қатар сәл ұзындау болады. Ұзын етіп тоқығыларыңыз келсе, бір жіп соңына келген кезде мынау қатарларына бір жіптен 5 қатар, 4 қатар шығады. Жіпке байланысты, метражына байланысты. Сол себептен осы схемамен тоқып бастаймыз. Міне ортасынан тоқып бастаймыз, домалақ етіп тоқимыз. Мынау шлицы деген жерге келген кезде екі жанына қалдырамыз, қол кіргізетін жер. Бұны мен капюшонмен тоқыдым и немен тоқыдым, жеңімен тоқыдым. Әзірше пока өзін ғана тоқып көрсетемін сіздерге. Менімен бірге соңына дейін тоқып, осындай әдемі накидканы өздеріңізде тоқып көріңіздер. Тоқуымызды бастаймыз. Қазір мынау ортасынан бастап тоқимыз. Осыны өздеріңізге скриншот жасап алыңыздар. Осылай біраз ұстап тұрайын, 1 минут 30 секунд. Осыны скриншот жасап алсаңыздар, өздеріңізге ертең ары қарай тоқуға оңай болады. Крючок жайлы айтып кетейін. Ализе жібінен тоқитын болсаңыздар, екінші номері екінші крючокпен тоқисыздар. Мына жағы бір ХБ жазық жіптерді тоқу керек, ал мына жағы 2. Осымен тоқимын. Бұдан үлкенмен тоқсаңыздар созылып кететін болады. Сол себепті осы екінші номер екінші крючокпен тоқимыз. Енді
бастаймыз мына ортасынан. Бізге ортасынан 8 воздушный петля керек. Воздушный петля деген ол қазақша қайтып аударады. Ана, біріншісін осылай. Міне, бұлай жасап, одан кейін қайттан бұрап крючокқа. Осылай байлап аламыз. Міне, байланды, енді шешіліп кетпейді узелогымыз. Қайттан бір рет ораймыз крючокқа. Міне, бір воздушный петля, 2 воздушный петля, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді осыны бір-біріне қосамыз. Бірінші петлямызға кіргіземіз. Мына жіп бекерге қалып қалмас үшін бірге тоқып кете береміз. Екеуін бірге айналдырамыз бір рет. Екеуінен 2 жіптен шығарамыз. Енді столбик тоқимыз. Столбик с накидом дегенді тоқимыз. Одан 12 тоқу керек. Столбик с накидом деген міне. Міне ілініп тұр, крючокқа. Бір рет айналдырамыз. Шығарамыз. Бұл бір қатарды бастауға 3 воздушный петля тоқимыз. 2, 3. Енді осына бір рет айналдырамыз. Мынау жаңағы тоқылғанымыздың ортасына кіргізіп, іліп алып, міне біреуін іліп алдық. Шығардық, міне бізде 3 болды. Қайттан ілген кезде 4 накид дейді мынаны. Өстіп орап алғанды накид. Міне бір рет орап алдық, соны екеуінен шығарамыз. Бізде 2 қалды. Қайттан ілеміз. Қайттан екеуінен шығарамыз. Міне бізде 2 столбик с накидом болды. Осындай столбик с накидом 12 тоқимыз. Қайттан осылай бір рет айналдырамыз. Накид жасаймыз. Домалақтың ішіне кіргізіп, міне қайттан ораймыз. Міне шығардық, 3 болды. Қайттан накид жасаймыз, екеуінен шығарамыз. 2 қалды. Қайттан накид жасаймыз. Қайттан екеуінен шығарамыз. 3 болды. Қайттан накид жасаймыз. 3 накид болды. 4-ші накидті шығарамыз екеуден. 2 накид қалды. 1 накид жасаймыз. Ілеміз. И екеуінен шығарамыз. Міне 4 болды. Осылай 12 столбик с накидом тоқимыз. Міне тағы бірін көрсетейін. Бір рет іліп алдық. Қайттан накид жасадық. Іліп алдық. Міне 3 ілгеніміз 3 болды. Бұны накид дейді. Қайттан 4-шісін ілеміз. Бұны 2 ілгеннен шығарамыз. 2 қалды. Қайттан 3-шісін ілеміз. 4. Міне осындай 12 столбик с накидом тоқимыз. Міне 12 столбик с накидом тоқыдық.
бұл біздің бірінші қатар. Енді осы екеуін бір-біріне қалай қосамыз? Ешқандай накид жасамаймыз. Міне ілініп тұрғанды мынау бірінші столбигімізға ең соңғы ілгегіне кіргізіп крючокты бір накид жасап, бір рет іліп шығарамыз. Міне екеуінен де шығарып тастаймыз. Міне бізде осындай кішкентай домалақ шықты. Осыны енді бұл бірінші қатар болса, енді екінші қатарын тоқимыз. Енді екінші қатар схемаға қараймыз. Әр столбикке 2 столбик с накидом тоқыған. Енді біз әр столбикке 2 столбик с накидом тоқимыз. Қайтадан воздушный петля 3 тоқимыз. 1, 2, 3. Бір рет ілеміз, накид жасаймыз. Дәл сол петляға кіргіземіз. Осылай шықты. Науқасында жібілін кетті. Міне қайттан 3 болды. Іліп, екеуінен шығарамыз. Іліп, екеуінен шығарамыз. Міне бізде бір столбикте 2 столбик шықты. Енді арасына, әр 2 столбиктің арасына бір воздушный петля қалдырамыз. Бір міне айналдырып воздушный петля қалдырдық. Қайттан бір рет ілеміз. Екінші столбигімізге тоқимыз. Міне екінші столбигіміз. Қайттан столбик с накидом тоқимыз. Міне бір рет ілдік, 2 рет ілдік. Бұлардың арасында қалдырмаймыз. Қайттан іліп аламыз. Қайттан дәл сол тоқыған столбигімізге қайттан тоқимыз. Бір рет ілдік, 2 рет ілдік. Міне бізде уже 4 столбик болды. Дәл осылай айналдыра тігіп шығамыз. Арасына, әр 2 столбиктің арасына бір воздушный петля қалдырамыз. Міне бір рет тоқыдым воздушный петля. И қайттан столбик с накидом келесі столбикке. Бір рет ілдім, шығардым, екінші рет іліп шығардым. Қайттан ілеміз, қайттан сол столбикке тоқимыз. Бір рет, бір рет, екінші рет. Дәл осылай айналдырып тоқып шығамыз. Соңғы қатарын тоқып жатырмын. Санап отырасыздар, қалып кетпесін, арасында қалып кетсе қайттан барлығын сөгуге тура келеді. Негізі үстіп тез тоқим, сіздерге түсінікті болсын деп жай тоқып көрсеттім. Енді санаймыз. 12-ге әр столбикке екеуден болғанда 24 болу керек. Осылай қойып санаймыз. Енді келесі қатар дәл солай жоғары көтереміз, бірақ 2 столбиктің үстіне 3 столбик жасаймыз. Біз домалағымызды көбейтіп отырмыз. Қазір мынандай жапырақ узор шығады. Қайттан жоғары көтереміз. Воздушный петлямен 1, 2, 3. Дәл сол столбикке қайттан тоқимыз. Столбик с накидом тоқимыз. Екеу болды, енді 3-ші столбигімізді тоқимыз. Енді бұлардың арасына 2 воздушный петля қалдырамыз. Әр 3 столбиктің арасына 2 воздушный петля қалдырамыз. Неге мен орысша айтып жатырмын? Себебі көптеген схемалар орысша беріледі. Сол себептен барлық схемаларға қарап сіздер не қылып аласыздар, түсіне бересіздер да. Воздушный петля дегене, столбик с накидом дегене. Көбісінесе орысша болады, интернеттен, гуглдан іздесеңіздер схеманы.
сол үшін орысша айтам, өзім де орысша үйренгем, орысша айту ыңғайлы. Кешірерсіздер егер қазақша айтпай отырсам. 2 воздушный петля қалдырдық, қайттан тоқимыз. Міне 1 столбик накидам, екінші столбик накидам, және үшінші столбик накидам. Арасына тағы 1-2 воздушный петля. Дәл осылай айналдыра тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 2 воздушный петля. Айналдыра осылай тоқып шығамыз. Міне айналдырып тоқып шықтық. Бұл біздің 1, 2, 3, үшінші қатарымыз. Міне көрдіңіздер ме, осындай жапырақ шығайын деп жатыр. Міне узор шығайын деп жатыр. Енді үшінші қатарды тоқыдық, енді төртінші қатарды тоқимыз. Енді 3 столбик емес, 4 столбик тоқимыз. Жоғары қарай көтерілеміз. 1, 2, 3 столбик накидам, 4 тоқимыз. 2 столбик болды. Мен 3 болды. Және 4-шісі. Енді бұған воздушный петля қоспаймыз. Себебі мені артық болып шошайып тұр. Осыған да қарап отырасыздар. Сол күйі 2 воздушный петлямен тоқимыз. 1, 2, әр кезде әртүрлі тоқимын. Кейде мынадан 1 қалдыра берем, кейде 2 қалдырам. Қарап отыру керек. Қайттан 4 столбик тоқимыз. Көбейтіп отырамыз. Жапырағымыз шыққанша 8-ші қатарға дейін көбейтіп отырамыз. Кейіннен азайтамыз. Міне 3-ші столбик және 4-ші столбик. Қайттан 1, 2 воздушный петля. Қайттан столбик накидам. 1-ші столбикке 1, 2, дәл сол столбикке ортасына қайттан 2 шетіне бір-біреуден ортасына, міне 2 шетіне бір-біреуден ортасына екеуден тоқимыз. 4 столбик тоқығанда. Міне қайттан 2 воздушный петля. Дәл осылай айналдыра тоқып шығамыз. Міне 4-ші қатарымызды бітірдік. 4 столбик. Енді 5-ші қатарымызды 5 столбик тоқимыз. Қайттан төбеге көтерілеміз. 1, 2, 3 және 5 столбик тоқимыз. 1 столбик, 2, 3, 4 және 5-шісі. 1, 2, енді бұда 3 воздушный петля қосамыз. Қайттан 1 столбик, 2, 3, осы 3-нің қасына тағы да 4-шісін тоқимыз. 4 и 5-ші. 5 столбиктан тоқимыз. Дәл осылай айналдыра тоқып шығамыз. Міне 5-ші қатарды тоқып болдық. Енді 6-ші қатар. Схемамызға қараймыз. 6-ші қатарымыз біздің міне 5 тоқыдық, енді 6 тоқимыз. 6 столбик. Мына жерде нүктелер ол воздушный петлялар. Мына жерде ашық қып тоқиды. Мен бүйтіп тоқыған ем. Менгі
анда ирек волна болып қалды. Сол үшін мен тек мынау қатарға шейін 3 қатар 3 воздушный петлядан тоқыдым. Кейін мынау қатарларды 4 и 5. 5-тен артық жасамадым. Мына жерде 7-ге шейін кетіп қалған. Келесі қатар тоқимыз. 6-шы қатар. 6-шы қатарымыз міне. Қайттан жоғары көтерілеміз. 1 2 3 6 тоқимыз. 1 столбик болып саналады. 2 столбик. 3-ші столбик. 3-ші столбикке 2 тоқимыз. 4 болды. Мына 5 және 6. Бұлай ашып қараймыз. 3 воздушный петля тоқи береміз. 1 2 3. Егер сіздерде мына жерде менікі сияқты мынандай болмаса, міне қараңыздар, артықтау болып тұр, сәл шошайып. Ондай болмай осылай тартылып тұрса, онда сіздер 4 воздушный петля жасасаңыздар болады. Ал менде мынау қазір сәл бұлай шошайып артық болып тұр. Ирек волна болмасы үшін 3 воздушный петлямен тоқи берем. Келесі қатарымызды жасаймыз. 1 2 3-ші столбикке 2 столбик тоқимыз. Сонда бізде 6 столбик с накидом болады. Міне 5 болды, мынау 6-шысы. Дәл осылай бір қатар тоқып шығамыз. Міне қараңыздар. Осылай бізде міне көрдіңіздер ме, жапырақ шығып келе жатыр. Арасы ашық жапырақ пайда болып келе жатыр. Айналдыра осылай тоқып шығамыз. 6-ші қатарды бітірдік. Енді 7-ші қатарды дәл осылай 6 столбик 3 воздушный петлямен тоқып шығамыз. Бұл қатарда қоспаймыз. Жоғары көтереміз. Әр столбиктің үстіне тоқып шығамыз. Әр столбикқа тоқимыз, сол кезде 6 қайттан столбик шығады. 1 2 3 4 5 және 6-шы. Санап отыру керек әрдайым. 6, енді 3 1 2 3 воздушный петля. Келесін дәл солай тоқимыз. 1 2 3 4 5 6. Айналдыра тоқып шығамыз. Міне 7-ші қатарымыз тоқып шықтық. Енді 8-ші қатар. Мына жерде 6 столбик болса, келесі қатарды 7 столбик етіп тоқимыз. Схемада сәл басқаша, бірақ мен 7 столбик тоқимын. Қайтадан жоғары көтереміз воздушный петлямен. 1 2 3. Жеті столбик тоқимыз. Ортасындағы столбикке 2 тоқсақ, сонымен 7 болады. 3 столбик, 4 столбик. Дәл сол столбигімізге тағы 2-ші столбигіміз тоқимыз. 5 6 және 7. Міне. Бұлай қараймыз, егер біздің
артық болмаса, былай қараған кезде тура дөңгелек болып тұрса, онда 4 воздушный петля жасаймыз. 1, 2, 3. Менікі артық сияқты. Мынау жерлеріне қарап отырасыздар. Жиналып қалмау керек. Онда 3 тоқи береміз. 1, 2, 3. Келесі қатарда мүмкін 4 қосармыз. Волна болып қалмау керек та. Дәл осылай бір қатарымызды тоқып шығамыз. 2, 3. Айналдыра осылай тоқып шығамыз. Бұда да 3 столбик, 3 воздушный петля, 7 столбик. 8-ші қатарымызды тоқып болдық. Осылай әрдайым столға қойып, қарап отырасыздар. Мына жер волна болып кетпеу керек. Енді қараймыз 9-ші қатарымызда. Мына жерде 7 столбик болса, енді 9-ші қатарымызда 8 столбик болу керек. 8 столбик тоқимыз. 3 бастаймыз. 2 столбик. 3 столбик. 4. 5. Ортасына столбикке біреу тоқып кетсеңіз, сонымен 8 столбик болады. Санап отырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И уже мына жерде 1, 2, 3 петля еді ғой, воздушный петля. Енді 4 воздушный петля жасаймыз. 1, 2, 3, 4. Қайттан келесі столбикті тоқимыз. 1. Ортасындағы столбикке 2 столбик тоқимыз. Санап отыру керек әрдайым. 1 столбик, 2 столбик қалып кетсе, немесе артық тоқып қойсаңыз, қате болып қалады. Қайттан сөгу керек болады, сол үшін санап отырамыз. 1, 2, 3, 4, 8. Дәл осылай келесі қатарымызды тоқып шығамыз. Міне тоқып шықтық 8 столбиктан. Енді келесі қатарымызды тағы бір столбик қосамыз, сонымен 9 столбик тоқимыз. Осылай көтереміз. Қайтадан 9 столбик тоқимыз. Ортасындағы столбикке 1 столбикке үстіне 2 столбик тоқып жібереміз, сонымен 9 столбик болады бізде. Келесі қатарды уже кемітеміз. Схемаға қарасақ, уже арғарай кеміту керек. Жапырақтың бұрышы шығып, кішірейтеміз. 9 столбик болса, бұл міне санаймыз. 1, 2, 3, 4, 9-шы. 1, 2, 3, 4. Кән жайып көреміз. Жайып көрген кезде мынау, міне жерлері волнистый болмау керек. 4 петлядан тоқи берсек болады екен. Ал егер мынау тартылып тұрса, мына жерлері, онда 5 петля жасайсыздар. Менікі тартылып тұрған жоқ, сәл артық болып тұр. 4 петля жетеді. Осылай келесі қатарымызды айналдыра тоқып шығамыз. 9 столбик тоқимыз. Келесі қатарымызды уже кемітеміз. Схемамызға қарасақ, біз мынау қатар тоқып жатыр. 10-шы қатарды уже келесі қатарды кемітеміз. 2-2-ден кемітіп отырады екенбіз. Міне келесі қатарды дәл солай 9 столбик тоқып шығамыз. Айналдыра қайттан дәл осылай тоқып шығамыз.
Міне 10-шы қатарымызды тоқып болдық. Бізде бұл жерде 9 столбик. 1, 2, 3, 4, 9-шы. 9 столбик және 4 воздушный петля. Сіздердікі 5 болуы мүмкін, 3 болуы мүмкін. Осылай төсеп отырып столға қарап отырасыздар. Волнистый болмау керек. Соңына шейін осылай төсеп қарап отырасыздар. Енді 11-ші қатарды кемітеміз дедім, я? Міне. Кемітеміз. Екі жағынан бір столбиктен кемітеміз. Сонда біз 9 емес 7 столбик тоқимыз. Мына жерінен көтермейміз, міне. Мына жағынан көтермейміз. Қасындағы столбикке осылай кіргізіп, мынау бір столбик, мынау екінші. Осы жерге міне кіргізіп, сол жерінен міне шығарамыз. Петля жасаймыз ғой. И осыдан бастап тоқимыз. 1, 2, 3. Келесі столбикті тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6. Екі жағынан бір столбик артық қалу керек. 6, міне 7. Санап отырамыз әрдайым. Міне 7. Енді келесі воздушный петляны қалай тоқимыз енді? Міне, мынау схемаға қараймыз. Міне. Мынау схемаға қараймыз. Міне, мынау қатарды біз қазір тоқып жатырмыз. 7 столбик және 3 воздушный петля мына жерге іліп аламыз. Және тағы да 3 воздушный петля тоқып ары қарай тоқимыз. Соны сіздерге ары қарай көрсетемін. Міне. 7 столбик тоқыдық. 3 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3. Мынаның ортасына, мынау воздушный петляның ортасына кіргізіп, міне ілемізді шығарамыз. Қайттан ілемізді. Бұл жай столбик. Столбик без накида деп аталады. Қайттан 3 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3. Қайттан столбик тоқимыз. Іліп аламыз. Біріншісіне емес, екінші столбикке тоқимыз. Екі жағынан 2 столбик артық қалу керек. Міне. 1 столбик болды. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Міне, ары қарай дәл солай тоқып кете береміз. Міне, қайттан 3 воздушный петля. 1, 2, 3. Және қайттан мынау воздушный петляның ортасына кіргізіп, столбик без накида тоқимыз. Қайттан 1, 2, 3. Енді қараймыз. Міне, осындай шығу керек. Көрініп тұр ғой, иә? Барлық қатарды, то есть осы қатарды осылай тоқып шығамыз. Бірінші қатарды тоқып болдым. Енді бұл қатарды қалай аяқтаймыз. Міне. Келдік қой, мына воздушный петля 3 тоқыдық, я? Енді осыны мынау столбикқа, міне, столбикқа кіргізіп, шығардық қой, я? И екіншісінен де дәл солай шығарып жібереміз. Міне. Қайттан 12-ші қатар екі жағынан кем тоқимыз, я? Міне. Қайттан, міне. Іліп алдым, міне. Келесі столбикке өтіп аламыз. Аттаймыз келесі столбикқа. Қайттан бастаймыз. Қайттан 2 столбик кем тоқимыз. Баны 7 болды ма, енді 5 столбик тоқимыз. Міне. 3, 4, мынау 5. Міне, 5-ші. Міне, 5 столбик. Енді ары қарай
воздушный петляларымызды тоқимыз. Міне. 3 воздушный петляны енді мынау петляға және мынау петляға тоқимыз. 1, 2, 3 воздушный петля и мынау ортасына тоқимыз. Столбик без накида тоқимыз. Столбик без накида осылай тоқылады. Бір рет іліп алдыңыздар, накид жасамай екеуінен де шығарасыздар. Міне, накид жасамайсыздар, бір рет іліп алдыңыз и екеуінен сразу іліп шығарасыз. Қайттан 1, 2, 3 воздушный петля тоқыдыңыз. Енді мынаған тоқимыз. Міне. Егер мынау тартылып қалып жатса, сіздің воздушный петляларыңыз, онда 4 воздушный петля тоқисыз. Келесі қайттан 1, 2, 3 воздушный петля және шеткі столбикке емес, екінші столбикке тоқимыз. Екінші столбикке тоқимыз. Екі жағынан кемітеміз. Қайттан столбиктар ары-қарай тоқи береміз. Осы қатарды осылай тоқып шығамыз. Міне. Жері осындай болу керек. Көрдіңіздер ме? Схема бойынша осындай шығу керек. Міне, көрініп тұр ғой, осы қатарды осылай тоқимыз. Міне, тоқып шықтық. Енді ары-қарай тоқимыз. Қалай кішірейтеміз? 5 столбик еді, енді 3 столбикке кішірейтеміз. Қайтадан жаңағыдай келесі столбикке аттаймыз, міне осылай. И воздушный 3 петля көтереміз. 1 столбик болып саналады. 2, мынау үшіншісі. Міне, 3 столбик тоқылды. Екі шетінде, міне, екі шетінде столбик қалып қалды. Қайтадан мынаны жайып көреміз. Егер мынау бізде тартылып қалмаса, міне, тартылып қалмаса, онда 3 столбик, 3 немен тоқи береміз. Мынау бар ғой мыналары. Осыны. Мына жерде менде сәл тартылып келе жатыр. Уже 4 воздушный петля жасаймыз. 1, 2, 3, 4. Маған ортасындағы петляға тоқимыз. Қайттан 1, 2, 3, 4. Қайттан сол петляға воздушный петляның ортасына тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Келесі қатарға тоқимыз. Қайттан 1, 2, 3, 4. Енді мынау келесі мынау столбикқа емес, екінші столбикке тоқимыз. Іліп аламыз. Екіншісіне тоқимыз. 1 столбик, 2 столбик және 3-ші столбик. Дәл осылай айналдырып тоқып кете береміз. Қайттан 1, 2, 3, 4 петля воздушный и мыналарға тоқи береміз. Дәл осылай айналдырып бір қатар тоқып шығамыз. Енді қараңыздар, схемаға қараймыз. Міне, осындай бізде жапырақ шықты. Міне, көрінеді ме? Осындай жапырақ шықты бізде. Егер жібіңіз қалың болса, бұдан үлкен объемный болады. Менің жібім осындай жұқа, осы жіппен тоқыған ұнайды маған. Міне, осындай жапырақ гүл шықты. Енді схемаға қараймыз. Міне, біз мынау 13-ші қатарды тоқыппыз. 13-ші, 14-ші қатарды тоқимыз. Енді 14-ші қатар жай ғана осы воздушный петлялар ғана екен. Бұл 5 воздушный петлядан тоқып шығамыз. Міне, 5 воздушный петлядан тоқимыз. Міне бізде мынау жерден тоқтатып қоя. Осының ортасындағы петляға ауысамыз.
ортадағы столбикке ауысамыз. Міне осылай тоқып аламыз да. Енді 5 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Міне. Енді мынау петляға жаңағы 4 петляның ортасына тоқимыз қайттан. Столбик без накидамен тоқимыз. Қайттан 1, 2, 3, 4, 5. Міне. Мынау қайттан ортасына, міне. Ортасына тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Міне. Қайттан ортасына тоқимыз. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. 5 столбиктан 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Әрдайым санап отырамыз. Ортасына тоқимыз. Ал мына жерге келгенде қайттан ортадағы столбикке тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Міне. Ортадағы міне 3 столбиктің ортасындағысына тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Міне. Дәл осылай жалғастырып бір қатар тоқып шығамыз. Міне. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай айналдырып тоқып шығамыз. Тоқып шықтық. Соңғы қатарын осылай ілмек іліп қоясыздар. Себебі мынау қатарды көрмей қалуларыңыз мүмкін, қай жерден бастағандарыңыз. И бұлай үстіне тоқып кете бересіздер, сонда қай жапырақтан бастағаныңызды білмейсіздер. Сол себептен осылай жүрегішпен қадап қойыңыздар. Енді мынау соңғы қатар қайттан 5 петля тоқымайсыздар. 5 петля емес, 2 петля тоқимыз. Мынау екеуін бір-біріне қосу үшін 2 петля тоқимыз. Міне 1, 2. Басынан көрсетейінші. Міне 1, 2 петля болды. Енді столбик тоқимыз. Кәдімгі іліп аламыз. Дәл мынау басталған жеріне столбик. Басталған жеріне бару мынау. 5 воздушный петля басталған. Содан сол басталған жеріне қайттан столбик тоқимыз. Іліп аламыз. Міне, сонда мыналар сияқты, кәдімгі осындай доғал болып шығады. Енді ары қарай схемаға қараймыз. Біздің схемамыз міне. Мынау қатарды тоқыдық біз қазір. Барлығы тек воздушный петля. Енді одан кейінгі қатарды тоқимыз. 15-ші қатарға кеппіз ғой. Міне 15-ші қатар. Көтереміз. Міне жаңа осылай столбикпен көтердік. Енді 3 воздушный петля және 3 столбик. Мыналардың ортасына тоқып шығамыз. Біреуден кейін через одну тоқиды екенбіз. Бір қатар солай тоқып шығамыз. Міне жаңағы столбик. Енді 3, 1, 2, 3 воздушный петля. Мына жерге столбик тоқимыз. 3 столбик. 1 столбик. Екінші столбик. Үшінші столбик. Қайттан воздушный петля 1, 2, 3. Келесі жай ғана мына сияқты міне. Жай ғана іліп кетеміз. Столбик без накидамен іліп кетеміз. Міне. Келесі мынандай воздушный петляларға тек қана міне кіргіземіз.
столбик без накида жасадық. Қайттан 1, 2, 3 и 3 столбик тоқимыз. 1 столбик, мынау екінші столбик и үшінші столбик. Көрдіңіздер ме, міне осындай болып шығады. Столбик, 3 столбик, столбик без накида біреу, қайттан 3 столбик. Қайттан воздушный петля 1, 2, 3. Енді келесі столбик мынандай без накида. Оған ілмейміз сразу. Осылай тоқимыз. Столбик без накида. Қайттан воздушный петля 1, 2, 3. Енді столбик, 3 столбик тоқимыз. Бірінші столбик, екінші столбик, үшінші столбик с накидом тоқыдық. Дәл осы схемамен міне столбик с накидом, столбик без накида, столбик с накидом, столбик без накида, столбик с накидом. Қайттан 3 воздушный петля и столбик без накида келесі. Біреуден кейін осылай тоқып отырамыз. Бір қатардың осы схемамен тоқып шығамыз. Жалғасы, құрметті ханымдар, келесі видеодан көріңіздер. Видео ұнады деген үміттемін. Лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.